Қайырлы күн, Қызылорда, армысыздар ардақты ағайын. Төл арнаның тікелей эфирінде ақпараттық танымдық Қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Эфир тізгінінде мен Гүлдана Асанжан. Бүгін ақпан айының 9-шы жаңасы Хан Тәңірінің мұзбалағы. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Қарасаздың баурайында туылып, күллі қазақтың мақтанына айналған ақынның жырлары уақыттың өміріндей өміршең. Өмірді қалтарсыз сүйген кіршіксіз сезімін қара өлеңге жалғаған ақын жайында алдағы уақытта кеңінен әңгіме өрбітетін боламыз, ал қазір бізде ән шашу. Қабыл алыңыздар. Анау жерде құрбылармен алысқа, анау жерде құрбы жанмен табысқа. Жолдар анау шұбатылып шаң ұшқан. Таныс өлке, таныс аймақ, танысман. Айналайын, атамекен, ақмекен. Қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Айналайын, атамекен, ақмекен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен. Шабындықтар, егістіктер
Әдемі әннің ырғағымен арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз, ал біз бағдарламамызды сіздерге қажетті кеңестермен жалғаймыз. Банк өкілдері қарыз алушының жұмыс орнына, туыстарына хабарласып, одан нәтиже болмаса, қарызды жалақысынан ұстап қалып жатады. Бұл қаншалықты заңды? Нақты қандай жағдайларда банк борышкердің жалақысынан ұстап қалуға немесе оның жалақысы картасын бұғаттауға құқылы? Осы және өзге де сұрақтарға келесі бейне ақпараттан жауап ала аласыз. Заңгер банк пен қарыз алушы жасасқан келісім шарттарда қарыздың уақытылы мерзімі бойынша төленуі тиіс екені көрсетілетінін айтады. Дегенмен статистика бойынша несиені кешіктіріп төлейтіндердің саны азаяр емес. Заңгерлер осындай жағдайларда қаржы мекемесінің істі коллекторларға жолдап, мәселенің сот арқылы шешілетінін айтады. Сондай-ақ маманның сөзінше, банк несие бойынша қарызы барлардың жалақысы картасынан ақша ұстап қалуға құқылы. Бұл іс сотқа жеткен болса ғана борышкердің банк картасынан қарызы үшін ақша ұстап қала алады. Себебі мұнда сот орындаушының дәлелі мен қажетті құжаттар бар. Ең бастысы банк пен клиент арасында жасасқан келісім шартта белгілі бір мерзім көрсетілуге тиіс, яғни қарыз сол мерзімге дейін өтелмеген жағдайда банк жалақы картасынан ақша ұстай бастайды. Кейбір жағдайларда клиенттер өздері жалақысынан белгілі бір соманы ұстап отыруға өтініш жазып, рұқсатын беріп жатады дейді заңгер. Банк әлеуметтік көмек, алимент, балаларға берілетін жәрдемақы, басқа да жағдайларға қатысты берілетін өтемақыларды ұстап қала алмайды. Банк картасындағы барлық ақшаның көп болса 50% ғана ұстайды. Одан көп ақша ұсталған жағдайда клиенттің прокуратураға банктың заңсыз әрекетіне шағымданып өтініш қалдыруға құқығы бар дейді заңгер. Маман сот үкімі шықпайынша банктың жалақы картасын бұғаттауға құқығы жоқ екенін айтады. Ал қандай да бір сот үкімі шықпаса, банк ол шығынды өтеуге тиіс болады. Уақыт әрқашан өз әмірін жүргізеді. Қаржы әлемі де солай. Күн өткен кезең ауысқан сайын өзгеріп отырады. Қаржы әлемін дұрыс бағдарлау, өз қаражатыңызды тиімді басқару үшін қаржылық сауаттылық деңгейіңізді үнемі арттырып отырыңыз. Ендеше экранға зер салыңыз. Күнделікті өмірде біз ақшамыздың қайда кетіп жатқанына аса мән бермейміз. Ал кейбір мамандардың пікірінше қалтадағы қаржыны дұрыс жұмсау кез келген адамның, әсіресе отбасылы жандардың қағидасына айналу керек екен. Бір ай жұмыс істеп, жалақы түскеннен кейін оңды солды шашатынымыз жасырын емес. Біле білсеңіз, бұл мәселенің де алдын алуға болады. Ең алдымен бюджетті дұрыс басқара білу керек. Бюджет бұл пайдалы құрал. Оның көмегімен біз қаржылық жағдайымызды толықтай бақылай аламыз. Ақшаны жұмсарда және жинайтын кезде дұрыс шешім қабылдай аламыз. Бос дүниеге кететін шығынды жоямыз. Басқа да керекті заттарымызға қол жеткіземіз. Мәселен, үй алу немесе көлік алу деген секілді. Қаржылық сауаттылықты жетілдіріп, бір айдың ғана емес, бірнеше жылдың осы қаржыға қатысты бар мәселесін жоспарлап қоюға болады. Әрине, қазіргі таңда кім болса да бай болғысы келеді. Кезінде Бенджамин Франклин, егер бай болғың келсе, көп табыс табуды ғана ойламай, оны үнемдеуді де үйреніңіз деген екен. Саралап қарасаңыз, қаржылық сауаттылық үнемдеуден тұратынын байқайсыз. Алға қойған мақсатыңыздың 100% орындалғанын қаласаңыз, қаржыны жоспарлаудағы мына қағидаларда қатаң сақтаныңыз. Әр айдың бюджетін ойластырып, содан асырмауға тырысыңыз. Шығындарыңызды қадағалаңыз. Жоспарланғаннан асып кетсе, нақты шығындарға зер салыңыз. Барлық шығындардан кейін қалатын соманы емес, бюджетте жоспарланған соманы қалдырыңыз. Оқыс оқиға болған жағдайда отбасылық шығындарға түсетін қаржылық қысымды жеңілдететін төтенше резерв құруды ұмытпаңыз. Қаржылық мақсатыңызды дұрыс жоспарлаңыз. Сізге қандай сома қажет екенін, қай күнге дейін екенін және оны жинау мүмкіндігіңізді нақтылаңыз. Табанды болыңыз және әр істі бүгіннен бастаңыз. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мұна жұрттар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған ай. Қазақ поэзиясының қан тәңірі, хан тәңірінің мұзбалағы. Иә, дәл өзі. Жырсыз өткен күндер мен үшін әлсіз күндер дейтұғын Сүлейменнің ұлы, халықтың перзенті Мұқағали әсілінде мұзбалақ ақынның мұңды өлеңдерін оқымаған жан жоқ шығар сірә. Ақынның туған күні қарсаңында облысымызда түрлі поэзия кештері өтіп, жыр әлемінің жақты Мұқағали Мақатаевтың шығармашылық мұрасына жан бітіруде. Солардың бірі Мәдина Ералиева атындағы қалалық мәдениет үйінің мұрындық болуымен өткізілген жыл сайынғы поэзия байқауы. Осынау жыр мерекесі поэтикалық байқаудың
маңыздылығы турасында студиямызға жайғасқан меймандарымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қалалық мәдениет үйлері және халықтық ұжымдар мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорындарының көркемдік жетекшісі Ұлықбек Тәңірбергенов және номері 43 мектептің 7-ші сынып оқушысы Аяру Аманбаева. Студия меймандарына қояр сауалдарыңыз, білдірер тілектеріңіз болса мархабат. Байланыс номері экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіздер. Қош көрдік. Күні кеше мәдениет ордасында мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың дәстүрлі түрде өтетін жыр кеші байқау өткен болатын. Сол әңгімеміздің бастауын осы байқаудың мән мазмұнынан бастасақ. Ұлықбек мырза, өзіңіз? Бұл 2018 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан дәстүрлі байқау. Сол Ғабит Қадырбаев деген ақын жігіт, сол Мәдина Ералиева мәдениет үйінде әдіскер болып жұмыс істеп жүрген кезінде осы қолға алып, ақынға деген құрметі, ақынның шығармашылығын жас ұрпақтың санасында жаңғырту мақсатында осындай жобаны қолға алған болатын. Сол осы күнге дейін тұрақты түрде желісін үзбей жалғасып келе жатыр. Яғни айтып өткендей, биыл 5-ші рет өз байрағын көтерді. Бұнда түрлі тараулардан тұрады байқау. Яғни бұған дейінгі кезеңдерде Мұқағалидың сөзіне жазылған әндер орындалатын, Мұқағалидың өлеңдерін жатқа оқудан сайысатын, және жас жазба ақындар Мұқағалиға арнаған өлеңдерін әкеліп топқа қосатын. Биылғы енді 5-ші рет өткізіліп отқан байқауда 2 жас санатына бөлдік. 5-6-7 сыныптар арасында және одан жоғары сыныптар арасында. Ересектер арасында. Кеше, яғни 8 ақпан күні 5-6-7 сыныптар арасында өтті байқау. Оған 60-ға жуық талапкер қатысты қала мектептерінен. Бүгін осы ересектер арасында байқау өтіп жатыр дәл қазір. Оның да жеңімпаздар туралы ақпаратпен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Бұл ақынның мұрасын, ғасырлық мұрасын өшірмеу, ұрпақ жадында жаңғырту мақсатындағы байқауымыз. Өте керемет. Жалпы бұл шараға жастар қаншалықты атсалысты? Ақын шығармашылығына деген қызығушылықты жоғары деңгейде таныталды ма жалпы? Жалпы қазақ десе Мұқағалиді, Мұқағали десе қазақты елестететіндей деңгейге жеткенбіз, өйткені ол халықтық деңгейге көтерілген, бұл сана биігіндегі халықпен бірге жасап келе жатқан ақын. Сондықтан оның өлеңдеріне деген, оның өлеңдерінің өміршеңдігіне деген жастардың сүйіспеншілігі, жас оқушылардың қызығушылығы ол жылдан жылға артып келе жатыр деп айтсақ болады. Сенімді айта аламыз. Бұл ретте енді барлық мектептердегі қазақ тілі әдебиеті пәндерінің мұғалімдерінің еңбегі де орасан деп ойлаймыз. Өйткені жастарға бағыт бағдар беріп, жол сілтеп, осындай байрақты додаларға қатыстыру енді сол кісілердің де еңбегі бар бұл жерде. Осы ретте Аяру, өзіңнен сұрағым келіп отыр. Жалпы осы аталған байқауға қатысқан жандардың бірі өзіңсің, 7-ші сыныптың оқушысы және осы байқаудың 1-ші орын иегері. Жалпы байқау қалай болды? Қарсыластарың қандай деңгейде екен? Байқау өте керемет өтті. Маған өте қатты ұнады. Қарсыластарым өлеңді онша қаттандай мәнелеп, неғып айтқан жоқ. Өз мәнерінде орындай алмайды дейсің ғой? Бірақ өте керемет, жаттап та күшті айтқан. Жалпы байқауға қатысушылардың арасынан оза шабуымның да өзіндік себептері бар дейсің ғой? Жалпы өзің осы Мұқағали өлеңдерін сүйіп оқитын жастың бірісің. Несімен ұнайды ақын өлеңдері өзіңе? Маған ақынның өлеңдері өте қатты ұнайды, себебі оның мағынасы өте керемет, жастарға арналған өлеңдері өте көп, оның әртүрлі салалардағы өлеңдері өте көп, оны тыңдайтын адамдар да өте көп, оның өлеңдері өте түсінікті, мағынасы өте терең, маған өте қатты ұнайды. Жалпы поэзия әлеміне неше жастан бастап қызыға бастадың? Мен 9-10 жасымдан бастап қызыға бастадым. 9-10 жасыңнан бастап поэзияға қызығасың. Ал бүгінгі таңда қанша өлең жатқа білесің жалпы? 20-30 шақты өлең.
Өте керемет. Ұлықбек мырза, жалпы Мұқағали Мақатаевтың поэзиясына етене жақын жанның бірі өзіңізсіз. Ақын шығармашылығының философиясы жайлы бір сыр шертсеңіз. Ақын шығармашылығының философиясы дегенде, енді менің әкем айтыскер ақын болды, Бекзат Тәңірбергенов деген. Біз сонау бала күнімізден ақынның шығармашылығымен, жалпы өмірімен енді етене таныспыз деп айта аламын. Өйткені жылда 9 ақпанда сол біз Арал Қазалы аумағында енді тұрдық, әкеміздің жаңағы жұмыс бабымен. Сол кезде өз секілді жаңағы ақындар, сөз ұстаған жандардың барлығы жиналып, оның ішінде мынау белгілі режиссер Оңталап Нұрмаханов ағамыз бар. Барлығы жиналып 9 ақпан күні Мұқағалидың суретін қойып, өздерінің шығарған өлеңдерін оқып, Мұқағалидың өлеңдерін оқып, сөйтіп атап өтетін болған. Енді соның барлығымыз көріп өскеннен кейін біз үшін ыстық. Мұқағали өмірде қалай бар, солай айтады. Сонысымен ол жүрекке жылы, жеңіл. Сонысымен оның өлеңдері өміршең. Ол сол белгілі бір жағдайда, яғни белгілі бір құбылыста ол өмір сүре алады, және оған оқырманын да елтіп алып кете алады. Жалпы бүгінгінің жастары алып ақынның өлеңдерін, жырларын жақсы меңгеріп, өз биігінде бағамдай алып жүрме жалпы? Енді қазір жаһандану кезеңі деп айтып жатады ғой, енді смартфон басты болып кетті барлығы деп. Енді оның барлығы рас. Енді ол тоқтаусыз көшіп баратқан заманның ағымын ол тоқтату, оған қарсы тұру енді әрине қиындау. Дегенмен өз әлінше күресіп, осындай біздің жағы Мәдина Ералиева мәдениет үйіндегідей байқаулар ұйымдастырып, қайтсек осы оқушылардың қызығушылығын арттырамыз, қайтсек өлеңге деген, қазақ әдебиетіне деген сүйіспеншілігін арттырамыз деп жанкеште еңбек етіп жүрген жандар көп. Кітапханашылар, барлық мектептің мұғалімдері, енді жекелеген ақындар, жалпы осы сөз ұстаған жандардың көпшілігі осы жолда еңбек етіп келе жатыр. Бір айта кетейін, мынау Мұқағалидың ауылы бар, Қарасаз ауылында туған мысалы. Сонда көшеде кездесіп қалған кез келген баланы тоқтатып алып, Мұқағалидың өлеңін сұрасаң, жатқа айтып береді. Мұқағалидың өлеңдерін жатқа білетін кез келген баланы тоқтатып сұрай беріңіз, ол жатқа айтады екен. Оны кезінде бір бағдарламаларда көрсетіп, оны бізге бәріміз енді көрген болатынбыз. Біздің Қызылордада жалпы енді 100% енді қазақы өлке, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған өлке деп айтамыз. Сондықтан жырға деген, өлеңге деген қызығушылық, сүйіспеншілік жылдан жылға артпаса кемімейді деп ойлаймын. Енді бүгінгі біздің сұхбатымыздың барысын осы Айару өзіңнен сұрағым келіп отыр. Әдемі бір Мұқағали Мақатаевтың поэзия әлемінің падишасының бір кереметтей өлеңін оқып берсең бізге. Мен кешегі байқауда оқыған өлеңді оқып берейін. Әрине. Соғыстың соңғы көктемі. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері, қырларда мынау ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ бар маңға. Соғыстың соңғы көктемі, соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі, жап-жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көкмеңі, қызғанып гүлін жасырып, қылтанақтарда көктеді. Соғыстың соңғы көктемі, жап-жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені, қуанта бірақ алмады, сонау бірді шеттегі. Соғыстың соңғы көктемі. Ой, жарайсың. Жоқ болсын, Ұлықбек мырза, өзіңіз жалғастырып кетіңіз. Енді мынау басында айтып өттім, біз енді отбасымызбен ақынның шығармашылығына қанықпыз деп. Мен 3 жасымда әкем жаттатыпты, «Махаббат моласы» деген Мұқағалидың өлеңін аяқтап болып, «Махаббат дейтін сапарды қозымен баян моласы міне атанды» деп басталады. Сол 5 жұмақ па, 6 жұмақ. Сол өлеңді мен жатқа айтады екенмін, үйге қонақтар келген кезде. Кейін енді сол енді әкемізден қалған жағы өнер бар енді. Атамыздан үзілмей жатқан өлең осы. Сонымен осы Мұқағалидың байқауларында асылып өстім деп айта аламын мен де өзімді. Мұқағалидың
мүшәйрасы болады Мұқағалидың рухына арналған. Сондай бір республикалық байқауда жүлде алған өлең бар еді, соны оқып берейін. Дәл биыл 20-ның 5-інде белгісіз өсерімде, өшерімде, о мұқа ерте туған еренімсің, немесе мен келгенмін кеш өмірге. Ғашық ем өлең сөздің асылына, өкпелеп, жаным дұқпас ғасырыма сен құсап, аллеяға қонбасамда кей-кейде қайтпай қалдым лашығыма. Жыраққа алып кетіп кезбе мұңдар, шаттықтың шын мәнсін сезбедім дәл, думанды кабактарда отырып ап, ішпей жемей мас болар кездерім бар. Сөз айтсам деймін ішке кір жасырмай, жүр қазір жүректегі мұң басылмай, қарасаз қара шалғын өлеңіңді көрмей-ақ болып кеттің сырласымдай. Өзіме соның өзін бақ көрейін, сеземін кеуіп барат тап көмейін, күте тұр поэзия дүкенінен шөліңді қандырар жыр ап келейін. Ай, бәрекелді. Жарайсыздар, әдемі бір поэзиялық өлеңдерден сусындаған сияқтымыз. Жалпы Ұлықбек мырза, Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы халыққа жақын, өлеңдері өміршең ғой. Осы ретте ақынның қазақ поэзиясына сіңірген өлшеусіз еңбегі туралы айта өтсеңіз. Енді мен Мұқағалидың қазақ поэзиясына сіңірген еңбегі туралы толымды әңгіме айту үшін енді менің деңгейім емес деп ойлаймын. Біріншіден, оның бір ғана мысалы, осы күнге дейін халықтың жадынан өшпей келе жатуы, ол Мұқағали поэзиясының қаншалық биік деңгейде екенін, қаншалық халықтың жүрегіне сіңіп кеткенін көруге болады. Қысқаша осы, мен Мұқағалидың поэзиясы туралы бүйтіп толымды, тұшымды пікір айтатын мүмкін әдебиетші ғалымдар оны айтып, жазып, зерттеп жатыр ғой әлі күнге. Менің ойым сол, ақын халықтың сөзін айту керек, халықтың мұңын жырлау керек, халықпен бірге өмір сүру керек, халықты өзінің жырына елді алу керек. Ақынның атын өшірмейтін жалпы халық дейсіз ғой. Иә, әрине. Ақын өлеңдерінің шәкірт жүрегіне, поэзияны дарытуда, оның рухани танымын кеңейтуде маңызы қаншалықты деп ойлайсыз жалпы? Ақынның өлеңдері енді әлі зерттелу үстінде. Әлі оның біз бүгін бір оқып бетін жауып қойған өлеңінен ертеңіне бірнеше мағына, бірнеше мән, бұл осы нәрсе туралы айтып тұр екен ғой деген ойлар табуымыз мүмкін. Және ол кешегі 20 ғасырдың аяқ жағында өмір сүрсе де, мысалға енді сол кезде жүріп жазған өлеңдерінің барлығы әлі күнге өміршең, әлі күнге ол жаңағы маңызын жойған жоқ. Біз күнделікті өмірімізде көріп жүрген нәрсеміздің барлығы, ол өзі де айтып кеткен ғой, қазақтың жаңағы күпі киген қара өлеңін чекпен жауып өзіне қайтарамын деп. Сол секілді халыққа, халық жүрегінен орын табуға, өлеңде соны соқпақ қалыптастыруға еңбек еткен күні түні жан. Сондықтан оның әр өлеңінен сабақ алуға болады, әр өлеңінен үлгі алуға болады, әр өлеңін оқып қайтадан өмірді бастауға болады. Сондықтан Мұқағалиды оқуға шақырамын. Яғни бүгінгінің жастары да сол Мұқағалидың өлеңдерімен сусындап, өздерінің болмыстарын қалыптастыра алады дейсіз ғой? Әбден мүмкін. Аяру, осы ретте өзіңнен сұрағым келіп тұр. Қатарластарыңның алдында жаңағыдай өзіңмен бірге тең құрбы құрдас болып осындай ақындардың өлеңін жатқа оқитын жандар көп пе жалпы? Иә, негізі көп. Яғни жыр сүйер, ән сүйер достарым көп дейсің ғой. Өзіңде осы ақын Мұқағали Мақатаевқа арнап шығарған өлеңдерің бар екен. Содан бір үзінді оқып берсеңізге. Мектепте осы Мұқағалидың туған күніне орай бір мүшәйра өтті. Өзінің ақынға деген арнауын шығарып, өлең шығарған. Мен соған қатыстым. Өзімнің арна өлеңімді оқып берейін. Мұқағали поэзия маржаны, Мұқағали ақындардың заңғары, Мұқағали биік шыңы өлеңнің жырларынан сезілетін арманы. Мұқағали пірім менің дүлдүлім, балаң жырдың ұшырдым мен бұлбұлын. Мұқағали өлеңінен нәр алып, ұқсағым кеп, ұлы ақынға ұмтылдым.
жүрегімнен жырдан нәзік гүл тақтым, қалам алып ақ қағазға жыр жаздым. Неге екенін біле алмадым өзімде, әйтеуір мен өлеңге шын құмармын. Мұқағали болар алармын, болмаспын. Бұрын жарды бәйшешектей жырларым. Өлең деген патшалықтан енші алып, Мұқағали ізін жалау мұратым. Жарайсың. Жалпы Мұқағали сияқты, Мұқағали Мақатаев атаң сияқты келешекте жаңағыдай жыр керуенінде жүретін өзіндік қолтаңбасы бар ақын болуға тілектеспін. Рахмет, бүгін біздің студия төрінен табылып, мазмұнды мәнді сұхбат бергендеріңізге. Тек қана өздеріңіздің шығармашылықтарыңыз шыңдалып, жоғарғы дәрежеде биік белестерден көріне берулеріңізге тілектеспін. Аман болыңыздар. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қаз бауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда, жоқ деген сөзге алданма, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жапқанда, қурайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың. Жапырақ жайрап жапқанда, қурайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар зорға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Есіңе мені алғайсың. Есіңе мені алғайсың. Тікелей эфирде ақпараттық танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы біз жалғастырамыз көрермен. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жыл сайын профилактикалық медициналық тексерулерді қаржыландыруға қаражат бөледі. Уақытында жүргізілген тексерулер аса ауыр ауруларды ерте кезеңде анықтауға және емдеуді бастауға көмектеседі. Скринингтік тексерулерді өткізіп алмау неліктен маңызды және оны қалай жасауға болады, толығырақ экранға назар салыңыз. Скрининг бұл шағымдары жоқ белгілі бір жастағы адамдарда ауруларды ерте сатысын анықтау және алдын алу үшін профилактикалық медициналық тексеру.
Яғни емханаға бір рет бару арқылы сіз арнайы тексеру әдістерін қолдана отырып, қатерлі ісік немесе басқа аурулардың болуының алдын аласыз, немесе олардың пайда болу ықтималдығын уақытында анықтай аласыз. Кімге және қандай скринингтік тексеруден өту қажет? 30-39 жас аралығындағы әйелдер мінез-құлық қауіп факторларын ерте анықтау мақсатында скринингтен өтеді. Темекі шегу, дұрыс тамақтанбау, дене белсенділігінің төмен болуына немесе алкогольді шамадан тұтынуға байланысты пациентке салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтану жөніндегі ұсынымдар беріледі. 40-тан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын, қант диабетін және глукоманы ерте анықтау үшін скринингтен өтеді. Қан қысымының, холестериннің, қан глюкозасының деңгейі және дене салмағының индексі анықталады. 30-дан 70 жасқа дейінгі әйелдер жатыр мойны обырын ерте анықтауға тексеруден өтеді. Яғни оның ішінде пап тест және тереңдетілген диагностика, кольпоскопия, биопсия және гистологиялық зерттеу бейінді мамандардың консультациясын алады. Скринингтен қалай өту керек? Көңіл күйіңізге, денсаулығыңызға ешқандай шағым болмаса да, скринингтен міндетті түрде өту қажет. Профилактика сіздің денсаулығыңызды қорғаудың маңызды әдістерінің бірі. Сондықтан жасына қарай жасалатын тексерулерді өткізіп алуға болмайды. Әрбір емханада скринингтік кабинеттер құрылған. Онда дәрігер өмір салты мен тамақтану рационы, зиянды әдеттердің, тұқым қуалайтын аурулардың болуы туралы сұрақтар қояды. Бойын, салмағын, қан қысымын өлшейді. Қандағы қант пен холестерин деңгейін тексереді. Содан кейін қажет болған жағдайда пациент қосымша тексеруге немесе бейінді маманның кеңесіне жіберіледі. Жүргізілетін іс-шаралар тізбесі скринингтік зерттеу түріне байланысты болады. Егер сізге ол жерде көмектесе алмаған жағдайда, онда сіз ыңғайлы байланыс арнасы арқылы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына өтініш жібере аласыз. fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс орталығы, Телеграмда сақтандыру бот және қолдау 24/7 мобильді қосымшасы. Денсаулықтың қадірін ауырмай тұрып білгенге не жетсін расында, қолда бар ең қымбатыңыз денсаулықты сақтау қашанда маңызды. Ал біз бағдарламамызды ата-аналарға қажетті кеңеспен жалғаймыз. Бала шығармашылыққа, өнерге жақын болу үшін оған еркіндікті сезінуге мүмкіндік берген жөн. Еш нәрсе оның қалауынсыз болмауға тиіс. Ал баланың қабілеті неше жасында біліне бастайды. Бүлдіршіннің ынтасын жоғалтып алмау үшін оған қалай көмектескен дұрыс? Осы сұрақтардың жауабын бірге білейік. Баланың бос уақыты болмауы керек, бұл ең қате қағида. Ата-ана баласының бос уақыты көп болса, гаджет қарап кейін жаман ортаға қосылып кетеді деп қауіптену мүмкін. Сол ойдан қорқып ақ баланың бос уақытын үйірмелерден толтырып тастайды. Қазіргі мінсіз бала образы да сол. Мектепке бара түстен кейін үйірмесі, содан соң қосымша сабағы бар, арасында тамағын ішіп бірнеше минут смартфонын қолданады. Мүлдем бос уақыты жоқ. Баланың бәрі бірде физикалық тұрғыдан үйірмелердің ауыртпалығын көтере алмайды. Оның күніне кемі 2 сағат бос уақыты болуға тиіс. Бұл кезде ойнап, өзге құрдастармен араласып, әңгімелесіп өсуі керек. Күні қалай өткен жайлы ойлануына, қорытынды жасауына мұрша беру керек. Өйткені баланың ойлануға да уақыты болмаса, ұйықтағанда да тыныға алмайды. Ал мұның бәрі оның өмірге деген ынтасына, шығармашылық, интеллектуал тұрғысынан да дамып жетілуіне кесір тиеді. Баланың қабілетін ашу ата-ананың міндеті, бірақ барлық нәрсенің шегі бар екенін түсінген дұрыс. Оның үстіне тисе терекке, тимесе бұтаққа деп бар үйірменің бәріне жаза салуда жауапкершілікті толық сезінбеудің белгісі. Балаға жастайынан жеке тұлға деп қарау керек. Баланың қабілеті ашылу үшін жай ғана жағдай жасап, қолдап бақылаудың өзі жеткілікті. Артық міндет жүктеуден аулақ болу керек. Өйткені бала қабілеті анық білініп, икем анықталғанша бірнеше кезеңнен өтеді. Ата-ана баланың шығармашылық қабілеттерінен бұрын жазу-сызу қабілетін дамытуға мән берсе, кейін мектепке барғанда бала өзінің не айтып жатқанын түсінбей жатады. Сосын сабақты да тек жаттап оқиды. Бізде көпшілік арасында шығармашылық пен ғылым арасында таңдау жасау керек деген қате пікір бар. Ата-ана баласының математик болғанын қаласа, онда оны шығармашылық үйірмелерге бергісі келмейді. Өйткені онда уақытын босқа құртады деп есептейді. Баланың бос уақытын түгел есеп шығаруға арнауын талап етеді. Әуелі оның ой қиялын дамытуға күш салу керек. Ең бастысы ештеңе мәжбүрлі түрде болмауы керек. Баланың қабілетін, қызығушылығын анықтау үшін онымен жиірек әңгімелесіп, көбірек ойнау керек. Өйткені баланың не нәрсеге қабілеті бар екен өзінен артық ешкім білмейді. Оған қоса мектеп жасына дейінгі көп бала сөзшісен келеді.
Бала бәрі ұнайды деуі мүмкін. Ол дүйсенбіде биге, сейсенбіде ән үйірмесіне, сәрсенбіде шахматқа, бейсенбіде жүзуге, жұмада домбыраға барады делік. Мұндай кесте баланың қабілет ашудан гөрі оның өмірге құлшынысын азайтуы мүмкін. Осының ішінен қайсын шынымен қалайтын білу үшін мынадай ойын ойнап көріңіз. Әр үйірме атауын қағазға жазып, ретпен таңдауды ұсыныңыз немесе жағдаяттық сұрақтар қойыңыз. Әдетте бала мұндай кезде ішіндегісін бүгіп қала алмайды. Шынымен қай үйірмеге барғысы келіп тұрған қайсысын бірінші айтқанына қарап білуге болады. Баланың қарым қабілетін ашу жауапкершілік. Басты міндет тыңдай білу, балаңызды тануға ұмтылу. Оны кішкентай демей, ойын кезінде айтқан әңгімесіне дейін құлақ асыңыз. Сонда өзіңіз де адаспайсыз, балаңыз да адаспайды. Расында бала біздің болашағымыз, сондықтан да балалардың қызығушылығы мен тәрбиесіне ерте бастан назар аударған жөн ақ. Ал дәл қазір назарларыңызда әдемі әуен қабыл алыңыздар. Қанатың бар күмістен жаратылған, сәби болғым келеді, сәби болғам, бұл өмірден хабарсыз жана туған, сәби болғым келеді, сәби болғам, бұл өмірден хабарсыз жана туған. Тарбесігі кен жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған, сәби болғым келеді, сәби болғам, ана сүті аузымнан арылмаған, сәби болғым келеді, сәби болғам, ана сүті аузымнан арылмаған. Отта болғым келмейді, жылуың бар керек пе, жылыныңдар, сәби болғым келеді, сәби болғам, күн сәулесі ойнаған тұлымымда, сәби болғым келеді, сәби болғам, күн сәулесі ойнаған тұлымымда. Қанат қағып өмірге ұшарымда, кесілмесе бәрібір тұсауында,
Экран алдында жұмыс істеу өмір салтымыздың бір бөлігіне айналды. Кейде жұмыс уақытынан кейін де компьютер алдында отыруға тура келеді. Бұл көздің көру қабілетін нашарлауына әкеліп соғуы мүмкін, сондықтан бірнеше ережені ұстанғаныңыз абзал. Біз сіздерге экран алдында жұмыс істеу гигиенасы жөнінде бірнеше кеңестер жасақтаған болатынбыз. Экранға зер салыңыз. Қаріптің өлшемі. Ұсақ қаріп көзіңізді ауыртады. Қажетті түсін көру үшін экранға жақын отыруға тура келеді. Мұның әсерінен басыңыз ауырып, тез шаршап қаласыз. Сондықтан компьютердің қарпын өзіңізге ыңғайлап алған жөн. Мәтінді немесе көлемді ақпаратты оқу керек болса, қағаз бетіне шығарып алғаныңыз дұрыс. Бұл көзіңізді ауыртпайды, әрі уақытыңызды да үнемдейді. Жарық. Тым қараңғы не шамадан тыс жарық экран көзіңіздің шаршауына әсер етеді. Жарықтың қараңғы болуы жазуды не суретті көруге бөгет болады. Ал тым жарық экран көзді шаршатады. Жасаурап тітіркенуіне де себепкер болуы мүмкін. Көзіңіз үшін ыңғайлы жарық деңгейін қолданыңыз. Әдетте бұл бөлменің немесе сіз отырған мекеменің жарығымен бірдей болады. Күн сәулесінің түсуі. Монитор бетіне түскен күн сәулесі сіздің жұмыс істеуіңізге бөгет жасайды. Мұны шешудің 3 жолы бар. Мониторға арналған арнайы қорғаныш пленкасын сатып алуға болады. Мұндай пленкалар күн сәулесін шағылыстырмайды. Мониторды немесе ноутбукты күн сәулесі түспейтін жерге орналастырыңыз. Арнайы компьютердің жұмысқа арналған көзілдірік тағу. Монитордың орналасуы. Ол да өте маңызды. Жұмыс барысында экранның тым жоғары не төмен орналасуы сізге бірнеше ыңғайсыздықтарды тудырады. Басыңызды қатты көтеріп немесе еңкейіп отыруға тура келеді. Диагоналі 20 дюймнан кем емес мониторды қолдансаңыз, оның жоғары тұсы көздің деңгейінен 5-7 см жоғары болу керек. Егер кіші болса, көз деңгейінен төмен орналасқаны жөн. Мониторды шалқайтып орналастырыңыз. Астыңғы бөлігі үстіңгісіне қарағанда сізге жақынырақ болу керек. Сонымен қатар монитор тең ортада тұру қажет. 20-20-20 әдісін пайдаланыңыз. Жұмыс барысында әр 20 минут сайын өзіңізден 20 метр қашықтықта орналасқан затқа 20 секунд қарап тұрыңыз. Демалу техникасын қолдануға да болады. Ыңғайлы орын тауып, арқаңызды түзу ұстаңыз. Көзіңізді жұмып, мұрын арқылы терең дем алыңыз. Тыныс алу 2 секундтан кем болмағаны дұрыс. 1-2 секунд демді ұстап, 4 секунд көлемінде ауаны аузыңыз арқылы шығарыңыз. Мұны бірнеше рет қайталау арқылы миды тынықтырасыз. Артық ойдан арылып, көру мен тыныс алу жүйесін реттейсіз. Қашықтықтан жұмыс істейтін адамдардың саны күннен күнге арту үстінде. Ғаламтордың дамуы қашықтықтан атқарылатын жұмыстар түрінің өсуіне алып келері сөзсіз. Мұндай жұмысты фриланс қызметімен шатастырып алмаған жөн. Себебі фрилансер маманы компанияға толық штатты жұмысшы ретінде бекітілмейді. Оның тек қосалқы жұмыстары атқарушы адам ретінде ғана ықпалы бар. Суперджоп орталығының зерттеуі бойынша компаниялардың 22%-ында қашықтықтан қызмет істейтін жұмысшылар бар екен. Әрине, таяқтың екі ұшы болады. Бұл жұмыс түрінің де өзіндік пайдасы мен әкелер зиянды тұстары бар. Қашықтықтан жұмыс істейтін жандар өз жұмыс уақытын басқаруға мүмкіндік алады. Егер шаршаса, үзіліс жасайды. Тіпті жұмыс уақытын екі бөлікке, таңертең және кешке бөліп қоя алады. Ал қалған уақытты өзіне арнайды. Асықпай ұйқыны қандырып, не болмаса ерте жұмысты бастап түстен кейін толығымен босай алады. Қаржы мен уақыттың үнемділігі. Егер күнделікті жұмыс орнына қатынау үшін кемінде 2 сағат жұмсалатын болса, айына 44 сағат зая кетеді. Ал жылына бұл 528 сағат немесе 22 тәулік. Бұған тағы үзіліс уақыт мен әріптестермен әңгімені қосыңыз. Енді қаржы мәселесі. Сіз өз көлігіңізбен немесе қоғамдық көлікпен қатынағаныңызбен ақша жұмсауға мәжбүрсіз. Түскі асыңыз бен кофеңіз бар, ал үйде мұның барлығы қолжетімді. Достарыңыз бен отбасыңызға бөлінетін уақыт, сыртқы байланыстар мен отбасымен қарым-қатынас әрбір адам үшін маңызды. Өкінішке орай офисте өткізілген уақыт сізге мұндай мүмкіндік бермеуі мүмкін. Қашықтықтан атқарылатын жұмыстың артықшылығы да осыда. Сіз барлығына үлгеретіндей күн тәртібін жасайсыз. Саяхаттауға мүмкіндік. Жаңа технологиялардың дамуы кез келген жерде және кез келген уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Түрлі әлеуметтік желілер мен платформалардың көмегімен алаңсыз жұмысыңызды аяқтай аласыз. Тіпті әлемді аралап жүріп те ой жинақтауға мүмкіндік. Сіз қандай жұмыс орнында отыратыныңыз маңызды емес. Кіші не үлкен болсын, әріптестеріңіздің сұрағы мен әңгімесі ойыңызды бөлуі ықтимал. Күйзелістік жағдайлар да болып тұрады. Ал үй жағдайында өз ойыңызды жинақтап, жұмысқа толығымен кірісе аласыз. Жұмыс берушілер үшін пайдасы қандай? Қашықтықтан атқарылатын жұмыс тек жұмысшыларға ғана емес, жұмыс беруші үшін біршама тиімді. Мысалы, үй жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беру компанияңыздың атағын шығарады. Жұмысшылар саны көбейе түседі. Сонымен қатар жұмыс өнімділігі артады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша жұмысшылар өз жұмысын тез атқаруға тырысады. Себебі өздеріне көп уақыт қалғанын қалайды. Жұмысшыларыңыз үй жағдайына қызмет етсе, офистің қажеттілігі шамалы.
бұл шығынды азайтады. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамыздың екінші бөлімінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ғылыми зерттеу жетістіктерін айтатын боламыз. Ал дәл қазір арнада әсем әуен, қабыл алыңыздар. Жанымнан жыртып ақ шүберегін, дертіме дауа тапшы демедім. Өтірік күліп өмір сүремде, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлаққа айналам. Күйбеңім қанша жылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлытым қайда, оның да ертең күні тумай ма? Есіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Мен сені құшқан ұлытым қайда, оның да ертең күні тумай ма? Есіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімін тоқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атынды. Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрем деп жиялдайсың ба, жан тәніңменен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Республикалық студенттік ғылыми зерттеу жұмыстар конкурсының Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 13 студенті жүлдегер атанды. Студенттік ғылыми зерттеу жұмыстарының конкурсы білім алушылардың ғылыми зерттеумен айналысуына, сонымен қатар дарынды жастарды қолдауға мүмкіндік берері сөзсіз. Осы орайда біздің мейманжай төрімізге жайғасқан меймандарымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Аталған байқауда 21-22 ғасырлардағы жазба жәдігерліктер тіліндегі сөздердің лингвотанымдық сипатты тақырыбында ғылыми жоба қорғап, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 4-ші курс студенті Зура Әлімжан және жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті журналистика кафедрасының қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Гүлмира Баялиева. Студия төріне қош келдіңіздер. Жалпы жеткен жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әңгімеміздің әлқиссасын аталған ғылыми зерттеу жобасының өзектілігімен бастасақ. Өзектілігі дегенде бізде жалпы университетте жылда
осы республикалық студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы жүріп отырады. Соған байланысты біз өзімнің шәкіртім Зура Әлімжанға осы 11-12 ғасырлардағы жәдігерлік тіліндегі сөздердің лингвотанымдық сипаты деген тақырыпты ұсындым. Екінші курстан бастап осы жұмыспен шамалы да болса айналысып келе жатырмыз. Сондықтан соның жетістігі деп білемін. Соны қорғай келе үлкен жетістікке жетті. Енді бұл жерде не айтылады дегенде, қазақ тілінің тарихын, әрбір кезеңдерін жан-жақты зерттеп, ескерткіштерді, қазіргі бұрынғы жазылған ескерткіштерді қазіргі тілмен салыстыра, сабақтастыра қарастырдық біз. Лингвотанымдық дегенде, тілдік, танымдық тұрғыдан зерттеуге, солай істеуге біз көп күш жұмсадық. Сондықтан да бұл ғылыми жобаның маңыздылығы да сонда. Бұл ғылыми жоба Астанада Гумилев атындағы Евразия университетінде жан-жақтан оқу орындарынан келген шәкірттердің арасында өтті. 67 жұмыс қаралған екен. Сол 67 жұмыстың ішінен осы Зураның жұмысы өте жоғары бағаланып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Енді бұл жерде айтатын мәселе, біз жалпы қазіргі қазақ тіліндегі көптеген мәселелерді қарастырамыз. Ал біз анау көне ескерткіштерге бара қоймаймыз. Сондықтан да мен өзімнің зерттеу еңбектерімнің диссертациялық тақырыбымның өзі менің 11-12 ғасырлардағы жазба жәдігерліктердің тілін зерттеген. Соған байланысты осы тақырыпты берген болатынмын. Жоқ, бұл тақырыпты ғылыми тұрғыда барлық түркітанушылардың еңбектерін қарастыра отырып, осындай нәтижеге жетті деп ойлаймын. Соның нәтижесі. Осы орайда Зура, өзіңнен сұрай кеткенде жөн көріп отырмын. 11-12 ғасырлардағы жазба жәдігерліктері тіліндегі сөздердің лингвотанымдық сипаты тақырыбында жоба қорғадың. Жалпы тақырыптың сен үшін маңыздылығы неде болды? Бұл тақырыптың маңыздылығы жалпы не үшін тарихи тақырыптарға баруымыз керек дегенге апай айтып өтті ғой. Біздің тілдің болашағы осы тарихына тікелей байланысты. Мысалы, біз қазіргі таңда қолданылып жүрген сөздеріміздің бұрын қандай мағынада қолданғанын біле бермейміз. Ал осылай көне жәдігерліктердің, жазба жәдігерліктерінің оның ішінде зерттей отырып, ондағы сөздердің мағынасын қарап, осы күніге дейін олардың қалай өзгеріске түскенін, біз қолданып жүрген сөздердің мағынасы кезінде тура сондай болды ма, немесе басқаша болды ма деген сияқты. Яғни қолданып жүрген сөзіміздің мағынасын білу біз үшін маңызды. Оның үстіне болашақта, яғни тілдің болашағы бар болуының өзі осы тіл тарихына тікелей байланысты. Гүлмира ханым, жалпы өзіңізді тіл жанашыры ретінде жақсы танимыз. Қазіргі таңда тіл тазалығы қаншалықты сақталып жүр? Диалект сөз, орысша сөз, кірме сөздерді жалпы араластырып қосқанда? Жалпы бұл сұраққа келетін болсақ, мен енді өзім жоғары оқу орнында әдеби тілдің тарихынан беремін. Тікелей осы біз әдеби тіл дегеніміз не, диалекті дегеніміз не, варваризм дегеніміз не. Қазір енді жастардың арасында сленг сөздер қазір көп қолданыста ғой. Мұны солардың барлығын бір-бірінен ажырата отыра, әдеби тілде сөйлеуге, әдеби тілде жазуға барлық білім алушыларды біз солай жұмыс жасаймыз. Бірақ әлі де біздің ортамызда сол орысша сөздерді қосып, жаңағыдай кірме сөздерді қосып сөйлейтін жастар көп. Біз енді оны күнделікті біз өзіміздің сабағымызда да, былайынша да ол жөнінде біз дөңгелек үстелдерде өткіземіз. Міне сонда барлығында осыларды айтамыз. Бірақ енді шүкір қазір енді жастарымыз таза қазақша сөйлейді. Қазір енді әдеби тілдің сөздігі шыққан 15 томдық. Міне сол сөздікке жүгіне отырып, қолданыстағы сөздердің барлығын мағынасын ашып, оның қазіргі қолданыста қайсысы бізге тиімді, соны қолдануды үнемі мен білім алушыларға өзім айтып отырамын. Жалпы Зура, өзің ғылыми жұмыстарға қай жасыңнан бастап ден қоя бастадың? Мектеп кезінен есептемеген кезде университет қабырғасында 2-ші курстан бастап Гүлмира апаймен осы ғылыми жобаларды жазуды бастадық.
оның ішінде апайдың өзінің зерттеу бағытында көне жазба жәдігерліктері тілін зерттеуді. Жалпы білікті мамандар мен білімді шәкірттердің ордасына айналған Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде жалпы ғылымға, білімге қаншалықты мән берілген? Жақсы қолдау көрсетеді ме жалпы? Әрине, біз енді жоғары оқу орны болғаннан кейін, университет болғаннан кейін біз көбінесе ғылымға қарай көбінесе барамыз. Өйткені балдар білім алушылар бізде әрбір сабақты өткенде, өздеріңіз де білесіздер, біз ғылыми әдебиеттерді көбірек ұсынып отырамыз. Сол әдебиеттермен танысып, соның ғылыми жағына көбірек баруға, қарабайыр оқып қана қойып, түсініп қана қоймай, соны ғылыми тұрғыдан ары қарай зерттеп, зерделеп, соның нәтижесін көрсетуге, соған қарай жұмыс жасаймыз. Міне Зураның да осы еңбегінің жемісі сол деп ойлаймын. Сол 2-ші курстан бастап осы тақырыпты беріп, жалпы мен жазба жәдігерліктердің зерттелуінен бастап бердім басында. Сөйтіп келіп, біз енді тілдік жағына ойысып, соның лингва танымдық жағы деп осы республикалық жобаға ұсындық. Соның тақырыптың өзектілігі де сонда болды. Лингва танымдық деп тілдік танымдық жағына, ұлттық болмысымызды, құндылықтарымызды көрсету жағына қарай біз көбірек бардық. Сонымен де бұл еңбегіміз құнды деп есептеуге болады. Жалпы Гүлмира ханым, өзіңізге аян, қазір технология қарыштап дамып, білім мен біліктіліктің заманы айшықталған кезең болып тұр. Осы орайда сұрағым келіп отыр. Жаңа заманның жаңашыл педагогі қандай болу керек сізіңше? Меніңше қазіргі жаңашыл педагог қандай болу керек дегенде, ол өте сауатты, білімді, өзінің шебері болу керек, жан-жақты балалармен дұрыс жұмыс жасай алатын, ол жұмыс жасау үшін ол өзі білімді болу керек. Білімді болса, ол қандай жағдайда да ол өзінің білімі арқылы балаларға сапалы білім мен саналы тәрбиені береді деп ойлаймын. Енді қазір жаңашыл мұғалім, креативті мұғалім деген сияқты көптеген статустар шығып жатыр ғой. Міне соның барлығына дайын болу керек. Ол үшін осы жоғары оқу орнында білім алған кезде, 4 жыл білім алғанда, соған сай өздері ізденіп, жалықпай, ерінбей ізденіп, соған жетуге жұмыс жасаса, қазіргі заманға сай тұлғаны қалыптастырса, міне сондай жаңашыл мұғалім сол деп ойлаймын. Зора, енді өзің биыл 4-ші курстың студентісің, Құдай қаласа сенде осы келесі жылдарын бастап бір мамандық иесі, өзіңнің салаңның, таңдаған салаңның маманның иесі боласың. Жалпы осы тұрғыда өзіңнің дайындығың қалай? Болашақта жаңашыл мұғалім болу үшін көп еңбектенуді қажет етеді деп жаңа апайдың өзі жақсы айтып кетті. Қазіргі таңда біз іс тәжірибеден өтіп жатырмыз, практикадан. Осы жолы, яғни мемлекеттік практика кезінде біздің алып жатқан тәжірибеміз өте өнімді болып жатыр. Бұрын, мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші курс кезінде практикамен салыстырғанда әлде қайда жаңа ақпараттар, жаңа білімдер, оқушылармен жаңа қарым-қатынас, мұғалімдермен байланыста да 5 минуттық мұғалім деп бізді мейлінше жақын тартып, жақын қабылдап, жаңа өмірге дайындап жатыр. Жалпы Гүлмира ханым, бүгінгінің жастары қазақ әдебиетіне тереңінен бойлап, Кәусарынан сусындай алып жүр ме? Қазақ әдебиетіне деген қызығушылықтары жоғалып кеткен жоқ па бүгінгінің жастарының жалпы? Енді қазіргі жастарды жоғалып кетті десек артық болатын шығар, жоғалып кеткен жоқ. Бірақ енді қазір біздің кезімізде, мысалы, біз тек қана кітаптан оқыдық, кітаптан алып, барлық нәрсені кітаптан. Қазір әлеуметтік желі бар, неше түрлі бағдарламалар бар, соған көбірек оңайға қарай жүгіреді. Қазір енді барлығы сол планшеттен, неден оқып алады. Ал жалпы мен өзім алдымда отырған студенттерге айтамын, сіздер кітаптан оқыңыздар. Барлық нәрсені көзбен көріп оқысаңыздар, ол сіздерге соншалықты түсінікті, ары қарай өздеріңіздің ой қалыптастыруға да, өздеріңіздің өзіндік пікір қалыптастыруға да үлкен септігі болады. Сондықтан да барлық жүрген жерімде, қай жерге бармасам да, мен өзім сол кітап оқуға шақырып жүремін. Кітап магазиндерді, мынандай жерде кітап магазиндері бар, сол жерде жақсы кітаптар бар, соны алып оқыңыздар деп үнемі сондай насихаттап жүремін.
Жалпы осы орайда жастың бірі біздің Зура ғой. Зура, өзіңнен сұрай кеткім келіп тұр. Соңғы оқыған кітабың қандай, және осы болашақта сен белгілі бір маман атанасың, яғни қазақ тілі мен әдебиет саласы болғандықтан кітапқа жақын жанның бірі өздерің боласыңдар. Сол уақытта жаңағыдай жас ұрпақтың бойына кітап оқуға маман ретінде қандай мүмкіндіктер сыйлауға болады деп ойлайсың? Алғышартты ұстаз ретінде. Бірінші сұрағыңыз соңғы оқыған кітабың. Дедіңіз, практикада жүргенде менің жетекшім маған Даяғашы деген кітапты оқуды ұсынды. Өйткені менің өтіп жатқан тақырыбыма сәйкес келетін еді. Даяғашы деген сөздің мағынасын өзі сол кітаптан оқып отырып білдім. Сөйтсем, ол бәйгеден келген атты ауыздығынан ұстап алатын, яғни арнайы сайланған адам екен. Бұл мен үшін бір жаңалық болды. Ал негізі кітапқа өзім жақынмын. Кішкентай күнімнен әкем оқып береді. Негізі балалардың кітапқа жақын болуы ол әуелі отбасынан басталу керек. Жаңа айтқанымда, мені әкем осы кітапқа қарай бағыттады десем, әуелі үйден, кейін мектептегі мұғалімдердің бағыты дұрыс болу керек. Оның ішінде бірінші қазақ әдебиетін оқытқан дұрысырақ болар еді. Әйтпесе әлем әдебиетіне бірден ауыз салған бала кейін қазақ әдебиетіне беттегісі келмей қалатынын қазір практикада жүріп ақ байқап жүрмін. Өте керемет. Жалпы Қытай философы Конфуций айтқан екен, егер де маған мемлекет басқару мүмкіндігі туса, ең алдымен сол елдің тіл мәселесін қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір бірлігі болмайды және идеология дұрыс жүргізілмейді деп. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіздер жалпы? Әрине, тіл ұлттың жаны, сондықтан да тіл болмаған жерде еш нәрсе болмайды. Қазіргі қоғамда осы тіл мәселесі бізде үлкен проблема болып тұр ғой. Өзіміз қазақ болып тұрып, өзіміз қазақша сөйлемеу деген сияқты. Міне сондықтан да әрбір қазақ өзінің отының басында, жалпы оттың басынан басталады ғой барлығы. Оттың басында тәрбие дұрыс болса, оттың басында айтылатын әңгіме дұрыс болса, барлығы да дұрыс болады деп ойлаймын. Үйдегі мысалы қазір қарап отырсаңыз, көп жастар қазақ бола тұра өзіміздің қазақ тілін білмейді, орысша сөйлейді. Әрине, ол үйде тәрбиеленіп жатқан бала әке-шешеге қарайды. Әке-шешесі орысша сөйлесін, оның да ой-өрісі орысша қалыптасады. Сондықтан да мен жалпы жастарға айтарым, қазақша сөйлеңіздер, қазақ тілін біліңіздер. Жаңағы қай елге барсаңыз да, қай жерде жүрмесеңіз де, өзіңіздің тіліңізді насихаттап, өзіңіздің тіліңізді құрметтеп жүріңіздер. Осы орайда біздің студиямызға байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Гүлмира ханым, мен Зура әпкемді құттықтаймын жеңістерімен. Енді негізінде расымен де біздер мектеп оқушылары, жалпы бүгінгі жастар, жасөспірімдер көбінесе күнделікті қолданыста диалект сөздерді, кірме сөздерді жиі қолданады. Мен өзім де осы мәселеге қызығушылық танытып бүгінде зерттеп жүрмін. Енді Гүлмира апайдан сұрағым келеді. Осы мектеп оқушыларының ғылыми жобаларына сіз жетекшілік етесіз бе осы тақырып жөнінде? Алдағы уақытта өзіңізге барып жолықсақ, тағы да бір ғылыми жобаларды жүзеге асырсақ деген ниетпен хабарласып отырмын. Негізі мүмкіндік бар ма, мектеп оқушыларымен жұмыс жасайсыз ба? Әрине, мектеп оқушыларымен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Бұл жөнінде де мен кезінде Махамбеттің тілін лингва танымдық жағынан ғылыми жоба қорғатқанмын, жетекші болғанмын. Сондықтан да бар уақытта келіп, кездесіп, тақырып таңдауға болады. Көптеген мектеп оқушыларымда былтыр 15-ші мектеп гимназияның оқушысы менен ғылыми жоба қорғап, республикалық Түркістанда болды деді ау деймін. Сол жерде біздің облыстан бірінші орын алып, сол жерден үшінші орын алып келді. Шүкір, ондай жетістіктеріміз бар. Келіңіздер, хабарласыңыздар. Яғни әр жастағы оқушыларға өзімнің білімімді айтуға, яғни өзімнің біліктілігімді беруге дайынмын дейсіз ғой? Әрине. Жалпы сөз соңында өздеріңіздің алға қойған жоспарларыңызбен бөлісе өтсеңіздер, осындай кереметтей ғылыми жобадан жүлделі бірінші дәрежелі орын алып жатырсыздар. Ендігі кезектегі алдағы жоспар не болмақ? Енді алдағы жоспар, Зура шәкіртім биыл 4-ші курс бітіріп жатыр. Енді осы қызым биыл бітіріп магистратураға түссе деген тілек бар. Магистратураға түсіп, осы тақырыбын ары қарай зерттесе, үлкен дүние шығайын деп тұр. Сондықтан да осы аман-есен осы
4-ші курсын бітіріп, магистратураға түсіп, ары қарай бірге әлі де жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Зора, өзіңіз? Осы дипломдық жұмысымның жетекшісі де Гүлмира апай. Әлі де болса апаймен бірлесіп жұмыс істейміз, істей береміз. Магистратураға өзім де түсуге ниеттімін. Демек, апаймен әлі талай ғылыми жобаның жазып аяқтаймыз деп түсінемін. Яғни алдағы жоспар ғылымнан қол үзбей, өзіміздің ісімізді әрі қарай дөңгелетуді жоспарлаймыз дейсіздер ғой. Рахмет, бүгін біздің студия төрінен табылып, мазмұнды мәйекті сұхбат құрғандарыңызға, тек қана жұмыстарыңызға табыс тілеймін, жұмыстарыңыз өнімді, берекелі болсын. Рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын дәл осы жерден түйіндейміз. Әрбір күніміз Алланың берген сыйы, сондықтан берілген сыйға сай өмір сүрейік. Жақсылықта қауышқанша, дана болайық, дара болайық, аман болайық. Айтатын саған сырым бұл, ертеңім менің болыңғы, әлсіреп дымым құрып жүр, адасып менен қолым жүр. Айтатын саған сырым бұл, бастаудың мұздай суымен, жоқ бола кетсең жуынды, өртенген жанды суынды. Ерте келе, ерте кетті, шарамды таусым төңкеріп, кетем бе деп қорқамын, өз отыма Болақтың мұздай суымен, жуындыр мені, жуынды, қауышып жаным жыры.